Сәлем барлықтарыңызға, қайырлы күн. Бізде бұл фунчоза салат үйдегі бар заттан жасалатын. Менде қазір сиыр еті 200 граммдай. Мен бүгін сиыр етін алғаннан кейін маған свежий еттен жасау ыңғайлырақ. Сиыр еті жұқалап алып, тіліктерге тез пісу үшін жұқалап алып тураймыз. Өте ыңғайлы болу үшін жеген кезде де үлкен болып кетпес үшін әркімнің қалауы бойынша осы аралықта майды газға қыздырып қойған дұрыс негізі. Таза еті бар жерлерін аласыздар, андай жаңағы майлы жаңағы не барлық жерлерін алып тастайсыздар. Сосын пияз, сәбіз бірге қосып қуырып жеген күштірек болады. Түрі де әдемі көрінеді, дәмі де жақсы болады. Ет свежий болғандықтан көптеу тұз қоса берген дұрыс. Онша етте тұзы біліне қоймайды, основной ет бойына сіңіріп алғаннан кейін тұзды. Сәбізді, пиязды, қара бұрыш, кімге қалай ыңғайлы приправалар қосуға болады. Мен основной приправаларды ұната қоймаймын. Сол үшін менде тек тұз ғана. Сосын қара бұрыш. Кішкене біраз қуырып болғаннан кейін бір ас қасықтай соя соус құясыздар. 2 ас қасықтай қуырылып болғаннан кейін су құясыздар. Кішкене бұғып тез пісу үшін су сол үшін керек. Және осы аралықта бұл пісем дегенше біз екінші ыдысқа су қайнатуымыз керек. Өйткені біздің фунчозамызды салу үшін қайнап тұрған су болу керек. Қайнап тұрған суға фунчозаны салып, мен 20 минутқа қойдым. 15 минут, 20 минут әркім қалауы бойынша. Главный қамырымыз піссе болды. Қамырды сүзіп алып, мен үстіне жаңағы қуырылған етімді салдым. Майын бәрін құйған жоқпын, суын, майын бәрін кішкенесін ғана құйдым, кішкене дәм берсін деп. Және огурцы қостым. Помидор, болгарский үйлеріңізде болса қосқан жақсырақ, тәттірек болады. Менде үйдегі бар затпен болғаннан кейін мен осылай жасай салдым. Бірақ дәмі жақсы болған, өзімізге ұнады. Огурцыды мен кішкене үлкенірек кестім, потому что ішінде әдемірек, кішкене көзге көрінсін деп бар екені. Майдалап кесуге де болады, бірақ ертесіне жеген кезде ол огурцы мыжылып қалады, езіліп. Сол үшін кішкене үлкенірек, көлемдірек, қатты емес енді, көлемдірек қылып кестім. Біз основной фунчоза салаттарды көбісі қонақ келгенде ғана жасайды ғой. Мен үйде жасап жүргеннен кейін осылай аз заттан болғаннан кейін ыңғайлырақ болды. Ана жерде балам огурцы жеймін деп жылап кеткен. Соған мама алып беріп жатқан огурцы. Және чим-чим обязательно. Артық приправа, артық спецтар керек емес. Маған осылай удобно. Тек чим-чим, тұз, қара бұрыш болды. Осының өзінен дәмі күшті болған. Если қатты қызарсын десеңіздер, соя қоссаңыз да жақсы. Мен жолдасым сояны жақсы көреді. Сол үшін мен соя қосам. Бір ас қасық соя қосып жесеңіздер болады. Және тағы айта кететін нәрсе, фунчоза қайнап болғаннан кейін мына жерде кішкене ыстықтау болып тұр. Қолдарыңызбен үзіп тастаңыздар, жеуге ыңғайлырақ болу үшін. Ол ұзын жеуге ыңғайсыз болып қалады. Сол үшін әр және 5-6 рет қолдарыңызға кесіп